Ешқашан құламаған адам ұл емес, құлағаннан кейін қайта тұра білген адам ұлы. Құлшынысың күшті болу үшін мақсатың айқын болуы тиіс. Мақсатыңа ұмтылу кезінде әлем саған қарай жылжиды. Мен бәріне құрметпен қараймын және кез келген сынды қабылдаймын. Бұл мені әлдеқайда күшті етеді және алға басады. Өмір күнделікті мәселелерді шешуден гөрі көп нәрсе болуы керек. Сіз оянып, болашаққа шабыт беруіңіз керек. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіне сену. Сен берілмегенге дейін жеңілген жоқсың. Егер кері шегінсең, өкінетін боласың. Сол үшін батылдана алға ұмтыл. Жаратқанның жарлығы жеңу болса, жеңісті қолдан бермеңдер. Ешқашан басыңызды төмендетпеңіз, оны жоғары ұстаңыз. Әлемді тікелей көзіңізге қараңыз. Ертең жоқ, кешіктірмеңіз, қазір жасаңыз. Кейінірек, ерте ме, кеш пе сіздің арманыңызды сізбен бірге көметін қауіпті ауру. Табысты болу үшін колледжге барудың қажеті жоқ. Өзгенің емес, өзіңнің мақсатың қажет, екінші болма. Біртүрлі болудан қорықпа. Саған біре отказ берді екен деп, сен өзіңнен бас тартпа. Қиын жолды таңда, онда бәсекелес аз. Қателіктен қорқудың өзі қателік. Табыс бақыттың кілті емес, бақыт болса табыстың негізгі кілті. Егер сізге өз ісіңіз ұнаса, сіз міндетті түрде табысқа жетесіз.